Достар, сәлем. Бүгін менің методым бойынша қызыл балықтан фиш бармақ жасайтын боламыз. Әуелі балықтың басындағы қара жабырасын барлығын тазалап аламыз. Кейін балықтың басын жуып, қайнап тұрған суға 30 минутқа пісіреміз. Мөлшеріне қарай тұзын, бұрышын, лавр жапырағын саламыз. Оттың астын баспайсыз. Кейін тазаланған балығымызды осындай әдемі бөлшектерге бөлеміз. Ешқандай тұздамайсыз. Кейін болған бойда бірден жақсылап осылай барлық мусорын алып жуып аласыз. Басымыз піскенше тұздығымызды жасап қоямыз. Тұзын, бұрышын сәл көптеу саласыздар. Кейін балықты дәл осындай қылып түсіріп аласыздар. Түсіріп алғаннан кейін сорпасын міндетті түрде сүзу қажет. Кейін қайнап тұрған сорпамызға манағы әдемі бөлшек балықтарымызды саламыз. Фиш бармақтың наны міндетті түрде жұп-жұқа болу керек. Балықтың кусоктарын сындырмай осылай аккуратно түсіресіздер. Наныңызды тек бір қайнатып алыңыз, езіліп кетпесін, соған мән беріңіздер. Және де кесені қойып осылай нанды түсіреміз. Одан кейін симметриясын келтіріп, балықтардың барлығын әдемілеп жаясыз, жуадан жасалған тұздығыңызды бетіне саласыз. Және ортасындағы тұздыққа міндетті түрде тұзыңыз бен бұрышыңыз көп болсын. Ұнап жатса лайк күтем. Рахмет көп сіздерге.